Сәлеметсіздер, құрметті көрермендерім. Сіздерге мынандай қыстың мезгіліне қазір тақырыпты ашуға, балалармен суреттермен жұмыс жасауға, балалардың қазір әңгімелеу дағдысы өте аз, сөздік қоры аз, бір белгілі суретті әңгімелеп беруде қиналады. Сол себептен сіздерге мынандай оңай 4 бөлікті, бірнеше бөлікті пазлдарды жасауды үйретемін. Бұл пазлдар балаға өте қызық. Балалар пазлды өте қатты жақсы көреді. Өз қолдарыңызбен оңай әрі тез жасап аласыздар. Ол үшін қазір мынандай алдын ала, мысалы қыстың суреттерін, бірнеше суреттерін таңдап алсаңыздар болады. Менде дайын суреттер бар. Сол суреттерді таңдап алып, қасына пазлдарды, мысалы мынаның үстіне пазл таңдау үшін бір бет ашып қояйық. Мына жердегі беттің үстіндегі мына нелерді тастасаңыздар да болады. Осылай өшіп тастап. Енді мына неге кіріп, PNG пустой шаблон пазлов деп жаздым. Мына жерден копировать етіп аласыздар да, жаңағы сіздердің суреттеріңіздің үстіне апарасыздар. Суреттің үстіне апарып қоясыздар. Көрдіңіздер, бұл PNG пазл. Артық жерлері болса, немен кесіп тастауға болады. керек емес жерлерін өстіп, созып, пазл жасап алуға болады суреттен. Көрдіңіздер ғой. Енді мынандай 4 бөлік жасадық. Енді мынандай бірнеше бөлікті пазл жасайық. Ол үшін тағы да интернет желісінен іздейсіздер. Сөйтіп алып келесіздерді копировать етіп, мына үстіне қоясыздар. Менде мына жақта уже дайын шаблон. Мына шаблон. Осыны алып келдім де, копировать дедім де, осы суреттің үстінен осылай қоя салдым. Алдын ала дайындап алсаңыздар да болады. Егер мынандай артық жерлер болса, формат, обрезка деп кішкене жан-жағын пазлдың жан-жағын кесіп алу керек, чтобы суретпен бірдей болып тұратындай. Қараңыздар. Сонда артық болмайды шығарған кезде. Бірнеше әдемі осылай пазлдар жасап, дайындап, шығарып сабақтарыңызда пайдалансаңыздар болады. Оңай әрі тез.